Армысыз, қадірмен көрермен, сана бағдарламасын көріп отырсыздар. Бүгінгі тақырыбымыз қазақша стендап деп аталады, және бұл тақырыпты талқылау үшін студиямызға қадірмен қонақтарымыз келіп отыр. Қош келдіңіздер. Сіздерді таныстырып өтейін. Нұрмахан Ахметов, стендап комик. Перизат Мырза Ахмет, сценарист, редактор, креатив продюсер. Алмас Тоқабаев, блогер, және Саясат Аяпбергенов, стендап комик. Бағаш алмаған стендап. Стендап. Неге? 200 оқырманы бар адамға қалай комментарий беруге болады басқаша? 200 оқырманыңыз. 200 тұрақты оқырманыңыз. Бот емес. Ана кірпік жасайтын емес. Иә, расында да бірден күліп алдық, басталмай жатып. Рахмет, Саясат Мырза. Күлу және күлдіру бұл адамға ғана тән қасиет, және сондықтан да болар жаңағы комедияның тарихы, сонау адамзат тарихымен бірге келе жатқан маңызды бір үлкен тарих. Соңғы жылдары әсіресе әлемде деп айтсақ та болады, соның ішінде Қазақстанда да әсіресе осы күлдіру саласы, комедия саласы үлкен бір экономикалық, мәдени экономикаға айналды десек те болады. Жаңағы креатив экономика деп жүрміз, соның бір белді бір бөлшегіне айналды. Біз бүгін Қазақстандағы және соның ішінде әсіресе қазақша стендап мәселесін талқылаймыз. Стендап комедия дегеніміз не, қалай пайда болды, тарихы жайында аз да болса айтып өтсек, осы бағдарламамыздың алғашқы бөлімінде, одан кейін жайлап жаңа қазақ стендапының мәселелеріне қарасақ. Иә, осындай жалпы сұрақпен бастайық. Стендаптың тарихы жайында айтып өтсеңіз. Тарихын саған қарайық десең. Неге тарихын ол кісіге қарайсыз? Атасы сол ғой қазір қазақша Қазақ стендап. стендапының Енді атасымын деп үйтіп қартаймай-ақ қояйын. Мен оны мойындаймын. Мен енді Қазақстандағы тарихын нақты айтып бере аламын десем болады. Өйткені осыдан 6 жыл бұрын, 2016 жылы қазақ тіліндегі стендапты Алмас Тоқабаев, Аршат, Ораз, сол кісілер бәріміз осы Астанада негізі алғашқы қадамдарын жасап көргенбіз. Клубтарда. Иә, клубта өз нағыз былайша айтқанда енді стендаптың өзінің көрінісі, ол андеграунд, сондай жабық кеш ретінде өтеді. Сол кезде алғашқы былай біз түртіп көрдік. Қалай болар екен? Иә, қалай болар. Негізі Алмас егер есінде болса, өте жақсы қабылданды ол кезде, сол кештің аясында. Енді жаңағыда онлайн версиясы көңілдегідей болмады, қабылдау жағынан. Офлайн нұсқасы өте күшті болды, бірақ енді ұзаққа жалғаспады. Алғашқы форматы ол кәдімгі достар жиналып, ішіндегі әзілге қабілеті барлар сахнаға шығып, әңгімесін айтып, күлдіртіп, артынан ойнап күліп, билеп тарайтындай форматты. Америкадан басталған ғой түбі тарихы. Ең басына басталған. Қарапайым адам бір арасында өнер көрсетіп, кейін жаймен формасын қалыптасып кетті. Оны ол кезде байқасаңыздар, ютубта бар. Америкада енді черно-белый съемкалар бастап жатқан кезде еврей ұлтты комиктер көп болған. Ол кезде олардың әзілдеу формасы микро әзілдер болған, анекдот секілді кіші. Кейін қазір таңда оның ережесі жоқ стендапта. Міндетті түрде былай, міндетті түрде екі тақырыптың арасында байланыс болу керек деген ондай жоқ. Қазір таңда еркін форматтағы әзілдеу формасы. Кез келген жерден бастайды, кез келген жерден аяқтайды. Ең бастысы белгілі бір ойын, оқиғасын, әзілін айтып кетеді. Әр комик өзіне ыңғайлы бағытталады. Мысалы, мен сторителлингті айтам десе, соны алып кетеді. Немесе жаңа онлайн дейтін бар, қысқа әзілдер формасында. Скетчтер сияқты. Жоқ, анекдоттар сияқты. Анекдоттар сияқты. Иә, қысқа. Бір сөйлем деп айтуға болады. Бір сөйлемнің аясында айтады, болып бітеді. Сразу келесі тақырыпқа көшіп кетеді. Тура сол Қазақстанда, қазақша стендапта сол әлемдік эволюция жолын бірақ қысқа уақыт өтіп кетті. Сол алдымен достардың ортасында көрдім. Содан кейін ары қарай, бірақ ол жерде үлкен аудитория болды негіз. 35 плюс 40 жастағы үлкен аудитория болды. Олардың несі сұранысы басқа еді. Көзқарасы басқа, сұранысы басқа. Кейіннен Нұрмахан Алматыға көшкеннен кейін ол жақта міне жастардың ортасында ол лезделіп алып кетті. Себебі жастардың көбісі шет елдегі, Ресейдегі стендаптарды көріп, ол қазақшаны жылдам қабылдады. Астанада өтпей қалған, жалғасын таппаған себебі де сол, ол үлкен буын болды да, олардың ортасында
таралып кетуі қиын болды. Негізі стендапты басталған кезде жастар көріп бастап, олардың жасы ұлғайып 60-70-ке келген кезде де ары қарай көре береді да, содан ары қарай. Ал бірақ 40-тағы адамға жаңа бірден алып кету деген қиындау болады екен. Стендап деген сөздің бір этимологиясына қарап көрдіңіздер ма? Не деген мағынаны береді екен? Түрегеп тұрып, олар басында қалай басталды? Олар түнгі клубтарда, жаңа қара нәсілді нәсіл өкілдері, олар өздерінің проблемаларын ғана айтатын. Және оны күлдіріп айтып, солай басталды ғой. Шығады, осындай проблема түрегеп тұрады. Әңгімесін айтады, сол түрегеп тұрып айтады. Солайдан басталып кетті да, ол сосын кейін уже үлкен аудиторияларға көше бастады. Енді тікелей аударма ғой сол. Қазір микрофон неше түрі бар ғой, мынараңа жапсырып қойса да, сен жүріп әңгіме. Бірақ стендаптың сол атауы мен атрибуты қалған шнур микрофон. Негізі тұрып айтасың. Ол атрибут. Ағылшын тіліндегі версиясында міндетті түрде стендап комеди деп жазылады ғой. Ол бізге келгенде стендап деген сол бір жалқаулықтан қысқартып алды. Мәке деген сияқты. Жалқаулық емес, үнемділік. Өзімізге ыңғайлап алдық та. Негізі ағылшын версиясында міндетті түрде жүреді. Термині стендап комедия. Стендап комедиясы. Дұрыс айтасыздар. Расында да өте қызықты нәрсе. Бұл сұрақты қойған кезімде мына нәрсені байқадым сіздердің жауаптарыңыздан. Мысалы үшін батыста әрине жаңағы 19 ғасырдың соңдарынан басталады, жаңағы ақш-та әсіресе. Одан кейін екінші дүниежүзілік соғысынан кейін Англияда жаңағы қайтаран жаңадан туған екен. Және 66 жылы алғаш рет Оксфорд сөздігіне енген екен жаңағы стендап сөзі. Және алғаш басталған кезде де өте қызық, жаңағы сіз айттыңыз ғой, белгілі бір таныс адамдар бір-бірін танитын ортаға шығып, жаңағы өздерінің проблемаларын әзіл тіліменен, немесе комедия тіліменен жеткізу, жаңағы түрегеп тұрып. Және бұл адамдар да кім деген кезде бір андерграунд немесе жаңағы субмәдениет дейміз ғой, жаңағы мейнстрим емес, субмәдениет, жаңағы қара нәсілділер, сіз айтқандай еврейлер деген сияқты. Осылайша бір субмәдениеттің бұл жерде не деген келіп отыр, жаңағы қоғамның кеңінен тараған немесе қоғамның алдында үнемі жүрген топтар емес, үнемі шеттетілген немесе қоғамның бөгдесі болған топтар алғашқы. Бұл жерде сол бір мәселе, ашық айтуға болмайтын, ешқай жерде айтылмайтын, жарияланбайтын өздерінің мәселелерін, проблемаларын сол әзіл арқылы жеткізудің бұл да бір формасы болды. Анау высказаться дейді ғой, ішін босатып алу үшін бұл өте тамаша құрал болды. Олардың көтерген проблемаларда шын мәнінде негізі былай қарап тұрсаң өте қозғауды қажет ететін проблемаларда. Біз оны қоғам қаншалықты ол туралы айтуға болмайды, ол туралы жаңағы әзілдеуге болмайды дегенменен айту керек болды. Содан халықтың ішінен шығарудың бір тәсілі болды ол. Қазірдің өзінде мысалға Ресейде жүрген Қазақ Сабуровты айтсаңыз, ол үнемі әйелімен екеуінің арасында қара қатынастайды. Бұл арқылы ол менің түсінігімде ол қазақ әйелдерінің жалпы шығыс мәдениетінде өскен әйелдердің проблемаларын айтады. Әйелі айта алмағанды, өзінің ішіндегі ата-аналардың оған деген қысымы, әйелдің қоғамдағы, отбасындағы рөлі, олардың қандай қысым көретіні, қандай зорлық зомбылық көретіні, өзінің әйелінің не деген әйелі туралы айтқан әңгімемен сондай мәселелерді жеткізеді оның ішінде. Сондықтан да адам санасының түбінде түсініп отырады. Сондықтан оған ол қызық болады, ары қарай оның танымалдылығы артатын себебі де сол. Яғни әрбір комик өзін мазалайтын нәрсесін айтады осы. Өзінің тікелей қатысы бар. Яғни өзінің басында сол проблема бар. Және соны өзі арқылы жалпақ жұртқа проекциялайды ғой, былайша айтқанда көрсетеді. Негізі психологиялық тұрғыда да жеңілден қаласың, айтып болғаннан кейін. Негізі айтады, стендап комедия ол психотерапия. Сен досыңа айтсаң, ол мазақ қылуы мүмкін, күлуі мүмкін. Ал сен үлкен бірден көпшілік алдына шыққан кезде олар күледі, и ана проблема сен үшін жеңілдейді. Сен бойдақтығыңды айту арқылы депрессияңды азайтады. Шешілмейді. Өзің үшін жеңілдетіп аласың. Өте қызықты нәрсе. Негізінде бұлай қарасақ, жаңағы қайтаран бір тарихи перспективаға кеткім келіп жатыр. Жаңағы бір кішігірім топ, өздерінің жаңағы проблемаларын, мәселелерін
жаңа айтқан кезде ол кезде әлдеқайда еркін болады. Ал қазіргі кезде стендап бір мейнстримге айналып бара жатыр. Қазір жаңағы көптеген жерде шыға алады, көптеген сахналарға шыға алады, үлкен сахналарға шыға алады. Мейнстримге айналған сайын да айтылатын немесе айтылмайтын мәселелер деген нәрсе пайда болады. Анау кішкентай топта барлық нәрсе айта аласың. Ал үлкейген сайын жаңағы өз-өзіңді бір цензуралай бастайсың, немесе қоғам сенді цензуралауыңа себеп болады деген сияқты. Ондай нәрсе бар ма стендапта да? Эфирлік нұсқасында, иә. Бірақ бізде өзімізде кішігірім өткізетін жерлеріміз бар, осы клуб. Ол жерде түсірілім болмайды. Ол жерде дәл сіз айтқандай ашық түрде еркін. Өте еркін. Ол жерге былай айтқанда сәл басқа жақтан адам келіп қалса, ол бірінші кезде шошып кетуі мүмкін. Мыналар қалай мынандай тақырыпқа ашықтан ашық айтып жатыр. Ал тұрақты көрермен ол сондай талап етіп отырады. Өйткені аздық етеді оған әрдайым. Ал ютубқа салатын кезде біз бәріміз ол мысалы үшін ағайын туыс бар, ата-ана бар, ойланасың. Сәл жұмсартасың былайша айтқанда. Қазірден жинағы болады. Иә. Съемка дейді. Сондай. Бұл және индустрияға айналған сайын бірінші кезекте кез келген индустрияның бір үлкен мақсаты пайда табу ғой. Пайда табуға келген кезде сен ақша жоғалтатын, осыдан көрермен жоғалтатын, ал көрермен арқылы сен ақша жоғалтатын ықтималдықтар, рисктер болған кезде оның барлығы кесіліп тастап отырады. Цензура бұл жердегі негізі табыстың азаймауын көздейтін цензура. Керісінше көбейтетін деген жақтан болады. Себебі сен мысалға бір руға тиісіп әзіл айтсаң, ол ертең негатив болады. Негатив болса сен белгілі бір көрермен жоғалтасың, белгілі бір көрермен жоғалтсаң, сен эфирің жоғалтасың, эфирің жоғалтсаң, сен ақшаң жоғалтасың, сол арқылы деген нәрсеге келеді цензура бұл жерде. Сондықтан бұл заңдылық деп ойлаймын, ондай цензураның келуі де. Нарықтың заңдылығы. Иә, нарықтың заңдылығы ол. Бірақ бізде мысалы үшін қазақша стендаптың осы былай енді түсірілім жасалып алғашқы концерттерінде бізде бір жігіт өзінің әкесінің семьядан кетіп қалған туралы ашық айтып. Бір қыз келіншек көтер алмай жүргені туралы. Яғни сол көтермей жүргеніне туыстары мен подписчиктерінің буллингі былайша айтқанда. Қашан көтересің, мынау деп тыныштық бермей. Бұны әзіл тілмен жеткізеді. Иә, біреу ажырасқаны туралы айтады. И концерт бітті, көрермендер келіп бізге былайша айтқанда өзінің түсініспеушілігін білдірді да. Бәрін түсінеміз, иә, әзіл. Бірақ сол ауылдың тақырыбында әзілдей бересіңдер, ана тақырыптарың ауыр дейді да. Біз айттық, иә, мүмкін ауыр шығар, бірақ стендап сондай нәрсені талап етеді. Оны шығару керек. Олай болса, былай деп айта аламыз ба? Мысалы үшін стендаптың бір миссиясы бар. Бұл миссияларының бірі де қоғамдағы басқа комедиялардың айтпай жүрген жаңағы тұстарын аз да болса ашық тілменен жеткізу. Және қоғамды осы жаңағы мәселе бойынша қоғамның назарын аудару. Жалпы стендаптың жанр ретінде пайда болуының түпкі себебі осы деп ойлаймын. Жоқ, біз былай алмаймыз ғой, мысалы үшін аналар айтпай жүр екен, біз айтайық деген емес. Ол жалпы стендаптың жаңағы шығуы, ол протесттік сондай ішкі өзінің қарсылығыңмен шығады. Өйткені сен көрдің, немесе өзің бір сондай ситуацияға түстің, сен оған қарсы сенде факт бар, немесе қарсы пікір бар. Соны шығарасың, әзіл арқылы. Солай. Бірінші соны протесттік көңіл күйде пайда болған ғой. Содан кейін барып, бірақ оны консервативтік қоғам қабылдай бермейді. Ауыр қабылдайды. Көп жағдайда қабылдамайды. Бұл тақырыптар бізге ауыр деп айтатын адамдардың өзі негізі ішіндегі триггерларды қозғап кетті ғой, ол әңгімелер. Содан кейін олар қарсылық тудырады. Ол проблема қоғамда бар, адамдардың ішінде бар. Бірақ адамдар ол нәрсені көрмеуге тырысады, ол нәрсені естімеуге тырысады. Біреу ұмытуға тырысады, тығып тастайды. Әйтпесе екінің бірі бізде әйелге неге жүкті болмайсың, неге күйеуге тимейсің деп тиіседі, одан кейін неге бала тумайсың деп. Бойдағы жігіттерге де сондай. Неге бір бала деп тиіседі, одан кейін неге екі бала деп тиіседі деген сияқты ғой. Оның бәрі бар да, бірақ соны айтпаңдаршы дейді. Итак, ол проблема бізде бар дейді. Ол эволюция болды ғой, мысалы үшін айтпаңдаршы болды, сосын айтуға болады, бірақ сен жыламсырап айтуың керек та. Мұңға салып,
әзілге келген кезде қалай сен бұл тақырыпта әзілдеп жатсың? Ұялмайсың ба? Күлетін нәрсе ме? Әлі үйренбеген ғой әзір. Мен мысалы үшін енді үйленбеуіме қатысты ата-анамның ойларын жеткіземін ғой. Сен не үшін ата-анаң туралы олай айтасың? Айтамын, иә, ата-анам маған осылай айтады, мен соны өзім әзілмен жеткізіп жатырмын деген сияқты. Ата-анаң не деп отыр оған? Олар күлкілі емес деді. Күнделікті күйбең тіршіліктің ағымын жүріп шаршап кетеді ғой. Бала шаға, жұмыс, несие деген тақырып бізде ауыр тақырып қой. Келген адамды өзі басын өзім үшін жауап берейін. Келген адамға зәл ғана бір күлкі сыйласам, менің миссиям сода деп ойлаймын. Бірнеше үйрету деген енді мүмкін жасы өте келе ойыма келетін шығар, бір аудиториям бар кезде мен сезінетін шығармын, маған менен қайталап үлгі алады. Әзірше менің миссиям стендап комик ретінде күлдірту. Шаршап кеткен адам бір ләззат сыйлау уақытша. Көңілін көтеру. Мен оларға әзіл айтып заряд беремін, олар маған разылығын білдіріп шапалақ ұрып не береді ғой. Бірімізге сөйтіп күш-қуат береміз. Жаңа миссия дегенде мынандай нәрсе бар. Мысалы үшін менде көтергім келетін тақырыптар бар, бірақ мен түсінемін. Ол қазір сен и так та жас емессің, көтеріп дайын болғанша қандай кетесің. Менен қазір былайша шынайы шықпауым мүмкін. Мен былайша белгілі бір танымалдыққа ие болуым керек, сөзім өтімді болу үшін. Ана проблеманы шынымен де жету үшін. Мен ойымша сіз танымалсыз. Жоқ. Подписчик аз бір. Бүгін танысып жатырмыз мысалы. Үйде бәрі біледі. Жалпы андай бір ана белгілі бір аудитория жинаған кезде сен көтерген проблемаң жеңіл емес, енді былай талқылауға тезірек жетеді. Ал қазір айтсаң, сол өзіңнің белгілі андай қысқа неме тар аудитория. Жасыңа сай болу керек та ол тақырып. Ол да бар, иә. Мысалы фальш деген нәрсе сезіледі да. Көрермен қазір ақымақ емес қой, олар бәрін біліп отырады да. Сен өтірік ойлап тапқан әзілің ба, немесе сен шынайы басынан өткен нәрсе ме? Олар сезіп отырады сонда. Анекдот ретінде құрастырып берсең, деп отырады да, бірақ не от души деген сөз бар ғой, шынайы емес. Иә, Нұрмаханның айтып отқаны, ол айтыпты, не ғой, статус керек біздің қоғамға бір нәрсені айту үшін. Сен бұл тақырыпқа әлі жассың, сен бұл тақырыпқа әлі сақалың өскен жоқ деген сияқты әңгімелер ғой. Әйтпесе мысалы Нұрлан Имамды білесіздер ғой қазір, мысалы айтып жүрген тақырыптарын бұған дейін талай жастар көтеріп жүрген тақырып, бірақ оны имам болғаны үшін ғана көп адам осылай екен ғой деп қабылдайды да, мысалы өтімдірек болады. Нұрлан Имамдан мықты стендап комик шығады ма? Күшті стендапер шығады да. Бірақ аудитория мықты жинайды ау деп жатыр. Ол кісінің маған ұнайтыны сауаты. Иә. Өте білімді адам. Полиглот. И ана адамға иман берген, сауат берген, чувство юмора берген. Үшеуі синтез. Жүзі де жылы ғой. Комбо деші. Иә, үш комбо бар да, үш синтез. Сонымен ол кәдімгідей әзілдеп отырып, сауатты түрде имандылықты құйып жатыр. Кәдімгі бүткіл стереотиптерді бұзып жатыр ғой біз ана қорқытып айтатын молдаларға байланысты стереотипті де бұзып жатқан сияқты. Сол үшін қаншама имамдардан ол кісі қазір сөз естіп жатыр. Енді мысалы үшін мынандай нәрсе бар. Америкада мен енді көргем, муслим стендап бар. Егер мұсылмандардың стендап. Егер мен қарадым, маған ұнады, бірақ тақырыптарының өте ауыр екенін мен түсіндім да, егер ол біздің қоғамда болған кезде, анау сол күні меніңше жабылар еді, ана жігіттердің білмеймін тағдыры не болар. Бірақ ол жаңағы еврейлер, қара нәсілдер дәл сол аудиторияға ғана арналған. Анаған бөтен адам кірмеу керек, бөтен көрермен қарамау керек. Исламофобия туралы айта ма? Жалпы өздерінің арасындағы. Мына өте қызық нәрсе сияқты, онда мынау стендапта әрі өзіңді қалай деп айтсам болады, әзіл тіліменен сынау. Өзің деген кезде тек қана жеке тұлға емес, сонымен қатар сені мүше болып саналатын жаңағы тобыңды, комьюнитиді жаңағы сынау әзіл тіліменен. Иә, ол кезде бұл комьюнитиге кірмейтін адамдар сізді түсінбеуі мүмкін. Мысалы үшін жаңа діннен алыс, бірақ дін жайлы әзілдемеу керек дейтін адамдар бар ғой. Олар ана муслим комедияды көрмеу керек. Көрсе олар шошып кетеді. Бірақ діннен жаңағыда әбден жілігін шағып, майын шағып жүргендер риза болады да, былайша ана жаңағыдай ғой, Нұрлан Имамның әзілдерін көрген сияқты бір деп бүйтіп, осы нәрсені кім айтады деп жүреді деген. Жеткізе алмай жүрген нәрсені ана жеңіл тілмен жеткізгеніне риза болады. Әрбір адамның өзінің аудиториясы табылады деген сөз. Түсінікті, осы жерге дейін жаңағы мынау айтылған дүниені және соның ішінде мынау миссиясы, жаңағы стендаптың миссиясы деген мәселені бір түйіндей өтетін болсақ, иә, стендап комедиясы бұл шоу, адамдардың көңілін көтеруге тырысады, Саясат мырза айтқандай, бірақ
сонымен қатар тек қана көңіл көтеру емес, жаңағы саяси әлеуметтік мәдени тақырыптарды да қозғайтын, тіпті бұны көбінесе алға тартатын комедияның түрі деп айта аламыз ғой. Миссиясы да сол деп. Бір енді осы жерде бір жалпылай кетуге болады. Мысалы үшін қоғамдағы адамдарға қандай пайдасы бар деген, жаңағы көңіл көтеруден басқа. Мысалы үшін егер біз сияқты адамдар карьера, белгілі бір творчестволық жетістікке жету деген нәрсені көздемейтін адамдар бар ғой. Мысалы үшін мен өзім жаңа Москваға барғанда көргенім, кәдімгі метроның машинисті, әйел адам, 50-ден асқан, келіп сол жұмысындағы көріп жүрген проблемаларын кеп жеткізеді. Ол үшін эфирге шығу, танымал болу мақсат емес, жеңілдеу. Ол азынан кешкен жұмыста отырады, бөлісе алмайды ешкіммен. Өйткені үйіндегілер тыңдамайды, оны қызық емес, оның жұмыста не болып жатқан. Ол келеді да шығарып тастайды, болды. Дәл солай такси жүргізушілері де келіп, солардың ішінен танылып кеткендер де бар. Мысалы үшін Алексей Щербаков, ол метрода істеп жүріп, келіп сынап көріп, адамдардың, мынау жақсы екен, сен шық деп. Содан жолы болып кетті. Немесе Расул Чабдаров деген комик бар. Такси жүргізуші болып жүріп, сахнаға шығып жүріп, бағы жанып кетті деген сияқты. Бірақ дәл солай өзінің жұмысында қалып, ешқандай жоғары шығармашылықты көздемей, тек ішіндегін шығару ниетімен жүргендер бар. И қазір ол бізде де байқалып келе жатыр. Мұғалімдер келіп кетеді. Немесе аптекада істейтін провизор. Ешқандай мақсат жоқ ода. Ол мынаны біреуге жеткізу керек деген немен келеді да. Мен де жеңілдеймін. Психолог әрине жақсы, бірақ стендапта шыққан тегін дейсің ғой. Стендап комикті қашама қаттылау естіліп қалуы мүмкін, шығармашылық наркоман деп есептеймін. Шапалақ ұрған овация сенің микроклеткаларың ләззат алады, миыңда қан айналым күштіреді. Сен жазған нәрсеңді халық қабылдап шапалақ ұрған, еңбегің бағаланған, содан ләззат. Қайта-қайта тарта береді соған. Темекі шеккен адам ол организм қажет етеді, темекі шеге береді. Сол секілді бұл сахнаға шыға бергің келеді содан кейін. Тағы бір миссиясы менің ойымша, мен деп айтар едім, былай айтар едім, бұл қоғамдағы қарсылық протестной настройды бір парын шығаратын. Қарсылығыңды тек қана парын шығару ма? Жеткізе алу. Бұл жерде ешқандай парын шығару тек қана, себебі призыв жоқ бұл жерде. Сөйтек бүйтек деген. Осылай ғой деген өзінің айтып, ішіндегісін шығарып, басқалар осылай ғой деп айтқан адамда, тыңдаған адамда бір жеңілдік болады да. Кезінде соғыс болған кезде Америкада стендап комиктер радиода монологтар оқитын болыпты. Халыққа шамалы бір жеңілдету мақсатында. Сол секілді бір пайдасын тигізу жағынан осындай миссиясы бар шығар. Мысалы үшін 2 жыл бұрын Америкада Black Lives Matter болды ғой. Сол кезде Дэйв Шапелл деген комик бар. Ол бүкіл бір спешл сол туралы. Өзінің бүкіл концертін сол тақырыпқа арнады. Жалпы осы қара нәсілдерге жасалатын қысым және бәрі әзілмен. Әзілмен, жаңа ол жерде кәдімгі былай қарасаң, ақ нәсілдерге расизмнің кері нұсқасы кетіп отыр. Енді көбінесе расизм қара нәсілдерге деп есептейді ғой. Ол жерде ол соларға тиіседі да. Керемет концерт. Яғни қара нәсілдер бір былайша рахаттанып қалды. Жеңілден қалды. Егер көшеде айтса, оны қолын қайырып алып кетіп қалуы мүмкін деген сияқты түрлі мәселелер бар ғой. Дэйв Шапелл жаңа мен айтып отқан статусы бар, оның авторитеті бар. Ол жоғары рейтингке ие, оның аузынан басқаша естіледі, басқаша қабылданады. Стендаптың әзірше королі сол. Дэйв Шапелл деген қазір импровизатор. Мынау мен мысалы үшін үйде отырған кезінде кейде мынау 80 жылдардағы тамашаны көрем. Сонда, сіздің айтқан нәрсеңізге байланысты. Тамашаның әзілдеріне қарай, коррупция, содан кейін үй алмай жүру, қиындығы, содан кейін университеттердегі коррупция деген сияқты көптеген сондай тақырыптарды, тіл мәселесі деген сияқты, соның бәрін жаңағы жеңіл әзіл тілменен айтқан. Сонау 80 жылдары. Бірақ былай қарасақ, дәл сол мәселелер әлі күнге бар, әлі күнге дейін бар. Комедия әлі де болса сол нәрселерді айтады. Форматы, жаңағы жеткізу тәсілдері өзгерген. Олай болатын болса, комедияның бір қоғамды өзгерту сияқты күші жоқ па? Трансформациялау деген сияқты. Ол қиындау. Жай ғана жеңілдету ма сонда қоғамды? Менің ойымша керісінше комедия ол қоғамға қарай өзі өзгеріп отырады. Мысалға 90 жылдар бізде демократия көп болды, біз саяси әзілдер айттық. Бауыржан Шоудың білесіз ғой, әлгі
мен суицид жасаймын, сөйтем, бүйтем, ананы бүйтпей жатыр деген өзінің неше түрлі соны әзілмен жеткізетін форматтар болды. 2000 жылдардан бастап бізде жағдай өзгерді. Біздің комедияның барлығы тұрмыс, тіршілік, той, пой, ең шыңы ауылды қаламен салыстырып, сол ауылдікі деген нәрсеге кеттік. 2000 жылдардан бастап біз қайтадан саясатты қозғай бастадық, қайтадан ести бастадық. Яғни меніңше комедия өзгертпейді, мәселені шешпейді. Ол керісінше уақыт өте келе цензура мен мәселелердің өзгеруіне байланысты формасын өзгертіп отырады. Болды. Меніңше ол өзгеру мүмкін, егер қоғамда жаңағыдай Дэйв Шапелдің мысалында алатын болса, сондай бір тұлғалар шығатын болса, дәл комик ретінде, жай ғана танымал емес, комик ретінде ол мысалы бізде 19 миллион халық десек, 19 миллионның 15 миллионы таниды. Комедияда жеткізу бар, высказывание дейді ғой, жеткізу бар. Бірақ ұран жоқ, призыв жоқ, шақыру. Түсінесіз бе? Иә. Кез келген жерде ол жеткізеді, болды, жеткізеді, ары қарай өздеріңіз білесіздер, болды. Бір өкінішті нәрсе бар, білмеймін, келісесіздер ме, субъективті ой пікірім. Өкінішке орай, мағыналы нәрсе айтқан комик ондай қатты жатталынбайды. Яғни мен айттым, көрерменге де байланысты, аудитория не қажет етеді. Олар ойланғысы келмейді. Бердет ханым, мен Жайдарманның көрерменімін, білем, сіздер кезінде чемпион болғандарыңызды. Текстовой команда болды, топ болды, яғни мағыналы нәрселер айтып жүрген, бірақ та мен бәленбай жыл өткеннен кейін ғана түсіне бастадым. Сіздің әзілдеріңіз, экспресстің әзілдері. Яғни ол әзілдің сапалығы деп ойлаймын, бәленбай жылдан кейін әлі күнге дейін актуалды. Сол кезде миниатюра жай ғана мысық пен иттің әңгімесі дегендер қазір өтіңкіремейді мысалға. Әлі күнге дейін актуалды олардың әзілдері. Мен айтып отқаным, халық ойланғысы келмейді, сен мындай нәрсе айтқың келіп тұр ма деген секілді. Оларға келді, күлгісі келеді, болды. Олар жай ғана тәрбиелеу керек. Тәрбиелегенде, бірақ та келісесіз ғой, рейтинг жинамайды ондай комиктер. Рейтинг жинамағанмен бәрібір тамшы теңіз құрайды дейді ғой. Солайдан бір тамшылап отырып, қарым-қатынасты өзгертеді сол проблемаға. Сол 1 минутын, келесі жол 2 минутын дозаны көбейтіп мүмкін. Әйтпесе бастан аяқ саясат еткен командада чемпион болып кетті ғой, ештен кеш жоқ. Андай болды. Қазір бұрын мысалы біз харассмент туралы, сексизм туралы жаңағы сол Нұрлан Сабуровтың көтеріп жатқан проблемаларына қалай қарайтын едік, қазір қоғам қалай қарайды, жастар қалай қарайды. Содан кейін 5-6 жыл, почти 10 жыл өткеннен кейін өзгере бастады. Өзгереді. Бәрібір әйтеуір бір әсері болады. Өзгереді. Сондықтан андай қоғамға бүйтіп иіліп кете берудің де қажеті жоқ. Ол бәрібір жаңа айтып отырмыз ғой, оның басты миссиясы қарсылық тудыру. Ішім қарсы, осындай идея бар менің ішімде, неге ол біздің қоғамда болмасқа деген нәрсені айтады, ол призывсыз, ешқандай әзілмен ғана жеткізеді, адамдардың миына, санасына тамшылай береді. Мысалы, қазір мысалы, қайсы еді анау комик әкесімен қарым-қатынас туралы айтады? Аңсаған. Жоқ, орыстардан. Үлкен концерт қояды. Чеботков, Евгений Чеботков. Қандай күшті нәрселерді айтады. Бізде бәрібір қатып қалған нәрсе бар ғой, жаңа әке деген қатал болу керек, ол деген жаңағы баламен тек қана жұдырықпен сөйлесу керек, қамшымен сөйлесу керек. Ол нәрсе қазір қарым-қатынасты өзгертіп жатыр. Сол Чеботковты тыңдайтындардың бала тәрбиесіндегі қарым-қатынасын өзгертіп жатыр. Сабуровтан кейін кәдімгідей әйелдер, мысалы орыстардың қыздарының стендаптарынан кейін қыздарға деген қысымды кәдімгідей байқап жатыр. Біздің айтқан әрбір сөзіміз бұларға қаншалықты қысым екенін, біз бұларға бәрібір сырт келбетін ғана жаңағы толық армян қызы бар ғой, өзін аямайды кәдімгідей, енді бірақ ананы түсініп отырасың, бұл менің айтып жатқан нәрселерім, ол қызға ол нәрсенің қалай әсер ететінін ол суреттеп берген кезде кәдімгідей түсінесің, біздің қоғамның қандай проблемалармен біз байқағымыз келмейтінін. Сондықтан тамшылап өзгертуге болады комедиямен. Қазақ стендапшылары арасында мысалы осындай қоғамға әсер етіп жатқандар бар ма? Кімдерді айтар едіңіздер мысалы? Нақты қатты әсер етіп жатыр деу, меніңше әлі ол деңгейге әлі жеткен жоқпыз. Қазақ стендапында қазір аудитория жоқ. Берілмейді. Аудитория зал берілмейді. Аудитория жинау жолындамыз, былайша айтқанда. Мен мысалға Нұрмахандар қойған концертке бардым Астанада. 2 сағат уақыт болды. Мен айтар едім, бұл қазір біздің эфирден көрсетіп жатқан неше түрлі юмористік бағдарламалардың әлдеқайда солардан артық болмаса кем емес. Көтерген мәселелерді, айтқан әзілдері де, басқасының барлығы. Шығармашылық тұрғыдан, креатив тұрғыдан алып қараған кезде
ТВ продукт ретінде, телевизиялық өнім ретінде алып қараған кезде ешқандай кем емес. Бірақ бұларға эфир берілмейді, зал берілмейді. Клубқа ары кетсе қанша? 50 адам жинайсың, 100 адам? 30 адам. Болды. Одан артық үлкен қарай шықпайды. Себептері не? Әлі сол эфир беретін адам болсын, зал беретін адам болсын, бұл нәрсеге өте консервативті көзқараста. Бұл не масқара, не айтып отырсыңдар, ауыздарыңнан ақ ит кіріп көк ит шығып жатыр. Сосын киелі сахна деген бір мәселе бар. Мен айтайын. Бізде киелі сахна деген мен баяғыдан жыным келеді анау. Біз баяғыда домбрапати жасай, соған алып келдім ғой ақырында. Домбрапати жасайтын едік қой баяғыда. Сол кезде бізге бір апай келіп айтқан, сендер киелі сахнаны неге көшеге алып шығасыңдар? Домбыраны неге көшеге? Киелі домбыраны сендер неге көшеге алып шығасыңдар? Сендер отырып домбыра шертіп ән айтып отырсыңдар, арт жақтарында қоқыс шашылып жатыр дейді. Сосын мен айтам, апай дейміз, сіз қоқысты көресіз, халық домбыраны көреді, әркім санасы жеткен жерін қарайды. Сіз қараңыз, бұл қасиетті сахна деген нәрсе, сахна бізге Совет үкіметінен бірге келген нәрсе ғой. Совет үкіметі кезінде біз ұлт ретінде жоғалып кете жаздадық. Біздің мәдениетіміз, тіліміз, басқамыз. Сол кезде бұл біздің мәдениетке деген сақтап қалу үшін ойлап табылған нәрсе деп ойлаймын мен. Бұл анандай қорғаныс. Скорлупада бұл қасиетті. Бұны біз сақтауымыз керек. Ұрпақтан ұрпаққа осы қалпында беруіміз керек. Түсінесіз бе? Сол біз кейін ашылып, еліміз бөлек ел болғаннан кейін, ол сол санамен, сол тәрбиемен өскен адамдар ешқайда кеткен жоқ. Олар әлі сол театрын басқарып отыр. Олардың киелі сахна неме дегеннің барлығы сонымен қалған. Әйтпесе, біздің жазып отырған санымыз арабтікі, әрпіміз орыстікі, оны біз латындікінен әкелейік деп жатырық. Біздегі қазақ тіліндегі неше процент сөз сырттан кірген? Қазақтың өзінің сөзі деп айтатын сөздің өзі аз. Яғни бұл мәдениет, тіл деген ағза ол. Ағза үнемі өзгеріп отырады, үнемі жаңарып отырады, организм ол кәдімгідей. Ол біз сол организмді қазір әлі скорлупада ұстап отырмыз. Ешқайда бір жұмыртқаның ішіне сақ қойдық, ешқайда кіргізбейміз. Жаңа леп, жаңа субмәдениет келеді. Бұл арқылы біздің мәдениетіміз дамиды. Тағы бір жанр пайда болады. Жоқ, бұл киелі сахна, бұл жұмыртқаның ішінде отырған нәрсе күріңдер бар. Десек те, бұл көзқарас өзгермей, бұл буын ауыспай, стендаптағыр осы Нұрмахан қартайғанша көреме екен, көрмейме екен. Бір жолын айтып көрейін. Мысалы үшін, жаңағы біз айттық қой, 2016-та сегізде бізде 35+30+ аудитория болды. Және комиктер де сондай болды. Меніңше, сондай жастағы комиктер келе бастаған кезде өзгеріс болатын сияқты. Немесе жастар қартайған кезде. 30-дан асқан кезде ол өзгеріс болады. Өйткені айтатын тақырыптарда ауқымдырақ бола бастайды, салмақтырақ бола бастайды. Және сол басшылықта отырған кісілер басқаша қарауы мүмкін. Өйткені басшылықта ауысады, оның орнына жастар. Өзімен шамалас адам айтып жатыр ғой. Құлақ түреді. Өйткені бізде жалпы жастарға скептикалық көзқараста ғой. Иә. Не айтып жатыр? Күмәнмен қарайды. Иә, не айтып жатыр? Жалпы бізде ана қалашақтың ішінде отырған адамдар жаңа буынға орнын берген кезде біздің тілімізде байиды, мәдениетімізде жаңарады, жаңа қаны келеді. Дегенмен мынадай бір мәселе де бар да, жаңағы стендапта расында да бір жаңа асауаттың мінезі бар. Иә? Ал мысалы үшін стендаптың үлкен сахнаға шығуы немесе жаңағы ТВ-лерде орын ала бастауында қалай деп айтсам болады, яғни белгілі бір бұл сөзді ұнатпаймын десек те айтайын, жаңағы мәдени бір стандарттарды да керек етеді. Мысалы үшін бұл асау стендап жаңағы комедияндар, комиктер жаңағы қолға үйренуге бейім бе? Мына мағынайда айтып отырмын, жаңағы көп адам естігісі келмейді. Әсіресе бала шағасыменен отырған кезде ТВ-де жаңағы естігісі келмейді адамдар қолын балғамен ұрып алған кездегі айтатын әңгімесін көрсеңіз, біз неге өзіміздің болмысымыздан жасырамыз? Бізде бар ғой тарихта кәдімгі боқтық айтыстары бар, анай айтыстары бар. Иә? Ол фольклордың бір бөлігі. Мысалы үшін, мынау нелерге қарайтын болсақ, мынау Тамашадан кейін Бауыржан шоу, одан кейінге келген тағы да басқа Шаншар, одан кейінге келген театрларда, мысалы үшін бұл әсіресе соңғы жылдардағы театрларда анайлық бір
негізгі не сияқты, элемент сияқты, комедияларының күлдіру тәсілдерінің негізгі элементі сияқты. Жоқ, анайылық болған кезде, анайылық шеңберден асқан кезде көрермен өзі қабылдамай қояды. Сондай нәрсе бар да, бір табиғи эволюция болады да ол кезде. Мысалы, көп стендаперлерді андай болады ғой, оправданный боқтау сөздер бар арасында қосатын. Кейбіреулер болады, күлдірем деп қосатындар. Ол бірден білінеді. Егер сіздің ана стендап айтып отырған әзіліңіздің негізгі өзегі болмаса, оны миллион боқтық айтсаң ешкім күлмейді. Ал негізгі өзегі бар, жеткізетін ойы бар болып, ортасына тұздық үшін қосылған 2-3 ауыз боғауыз сөзден оның сыны кетіп қалмайды. Мүлдем боқтамайтын комик ретінде жауап берейін. Иә, сізде ондай бұлап жоқ. Бірақ концерт біткесін. Жаңадан бері пікірлеріңізді тыңдадым. Осы қазақ стендап деп біз жобаларымызды бастағалы жыл сайын телеарналар хабарласады. Өйткені бізде телеарналарда бір сондай тенденция бар. Қандай бір нәрсе өздігінен дамып жатса, өзіне алып алғысы келеді. Біз бірден айтамыз, бұл телеарнаға сай келмейтін жоба. Бірақ біз бірлесе сіздерге, енді бізге қаржы табу керек қой. Жоба жасап бере аламыз. Бірақ, жаңағыдай боғауыз сөздерсіз, бірақ тақырыптарға цензура болмасын деген кезде ол өздері кесіп қалады телеарналар. Ол бір. Сосын боқтық қалай пайда болды? Мен қазақ жаңағы 2016-тан кейін 2019 жылы қазақ стендап деп бастаймыз дегенде ең алғашқы былайша іріктеу жасадық. Сол кезде іріктеуге келген 80% комиктер тек қана боқтық алып келді. Мен сұрақ қоямын, не үшін боқтап жатсың? Мен ТНТ-дан көрдім, стендап бәрі боқтап жатыр. Басында бәрінде сондай ой болды, стереотип. Стендапы демек боқтау керек деген. Не болса да үлгі алатын. Сосын мен айттым, жарайды. Бірақ сен мынандай комиктерді көрші, бар. Мыналарды көр. Біріншіден саған келмей тұр. Мен сеніп тұрған жоқпын. Сен шынайы боқтап жатқаныңа. Жай ғана боқтау керек дегеннен мен боқтап жатсам. И ол уақыт өте келе өзгере бастайды. Жаңағыдай біреу тек қана күлдіру үшін боқтайды. Сосын көрерменнің реакциясын көреді ғой. Көрермен негізі бастапқы кезде кез келген боқтауға былай үрке қарады. Не айтып тұр мынау деген сияқты. Уақыт өте келе ол түсінді. Керек жерінде ғана боғауыз айтады. Немесе, мысалы үшін енді бізге айтылатын жалпы жала, сендер боқтайсыңдар дейді. Мен айтамын, жарайды. Енді статистикаға жүгінейік. Бізде 10 комик бар деп алсақ, соның 3-і боқтайды. Былай, шындығына үшеуі темек үшеуі шығып кетіндер. Үшеуі, бірақ сол үшеуінің боқтығы бар номерлері кең тарап кетеді. Содан кейін жалпы сондай ой қалыптасады. Мен айтамын, біз ше, боқтамайтын 7 комикті неге сендер дәл солай таратпайсыңдар? Біріншіден, Нұрмұхан мырзам келісем, қазақша тілде бұл анайы сөздер өте құлаққа жеркенішті естіледі. Өте сахнадан. Өте ыңғайсыз естіледі, қатты естіледі. Орысшаға шамалы құлағым үйренесіз. Мен негізі орысша стендап айналып жүрген адам. Концерттің алдында біздер әрқашан жүргізуші шығып ескертеді. Боғауызға қарсылар бар ма дейді. Шапалақ ұрады, боғауыз қарсы еместер, шапалақ ұрады. Боғауыз болады міндетті түрде. Бірақ оны біздер кейбір әзілдерді күшейту мақсатында айтамыз. Аяғында диванның бұрышына соқып алғанда әттеген-ай демейсің ғой. Шығып қалады байқамай. Сол секілді ол да шынайылықтың бір белгісі. Бірақ та біздер айтамыз, насихаттап жатқан жоқпыз. Үлкен залдардан рұқсат сұраймыз ғой. Стендап деген сөзді көреді да, жоқ. Айтып отырмын, сырттан мен мысалы үшін түсінемін, егер қарапайым көрермен айтып жатса, түсінемін енді. Бірақ ондай қызметте отырған адамдар меніңше жеке пікірмен шешім қабылдамау керек. Жалпы біз әр нәрсенің өзінің өткізуге, өмір сүруге құқығы бар деген сияқты қарау керек. Айтуаның тағдырын кездесуші. Дәл солай. Тағы мына сұрақ қойғым келеді. Бізге стендап бұл Ресей арқылы келді ма? Негізі иә. Бірақ жаңағы сәл былай зерттеп қарайтын болсақ, мен неге стендап Ресейден кейін Қазақстанда кеңірек дамып жатыр? Ол біздің өзіміз табиғатымызға байланысты сияқты. Біз негізі әңгіме айтқан жақсы көреміз. Иә, әңгімені былай ауылдың айтқышбектері болды ғой кезінде. Дәл солай. Фольклордың өзі Тас шабаланың әңгімесінің өзі кәдімгі стендап. Бізге былай шыққанда тез сіңісіп кетті. Шығатын адамдарға. Ал көрермен әлі былай бақылап жүр деуге болады. Ал комиктерге теңіз сіңіп кетті. Өйткені біз сездік та, мына біздің табиғатымызға жақын нәрсе екен деп. Мен мысалы үшін 2008-2009 жылдары Жайдарманда КВН-де ойнап жүрген кезде мен командадамын ғой, бірақ
маған жеке шыққан ұнайтыны, бірақ мен білмеймін ол жеке шығу қалай ол. Соло. Иә, қалай мен командам оны нарциссизмнің соңы стендап қалып келді дейсің. Өйткені мен жаңағыдай мәтіндік әзілдің өкілімін ғой. Иә. Ал оны жайдарманда егер команданың мәтіндік әзілдің бағытында болмаса қиын. И жалғыз мен ғана, қалғандары миниатюралар. Ол жағынан менің жолым болды. Иә, сонымен андай бір келіспеушіліктер болады да, конфликттер, кішігірім конфликттер. И мен ойлайтын, қашан бір сондай сәт туады екен, жеке шығатын. Ал кезде стендап деген не екенін білмеймін. Содан кейін базар жоқ театр болды, Тұрсынбек шақырса, маған жаныма жақын осы екен. Бірақ ол кезде олардың сәл бағыты бәрібір эстрадный монолог. Эстрадалық монолог, сен сахна монологы. Бабочкамен шығуың керек, былай. Өзінің бір стойкасы бар деген сияқты. Стендапта сен өзіңе ыңғайлы киімде шығасың. Футболкамен шығасың, көйлекпен шығасың деген сияқты. Иә. Ол да көрермен тарапынан қабылданбайды. Не киіп шыққан үстінен деген сияқты. Өйткені бізде сахнаға шыққан кезде адам міндетті түрде парадный формада болу керек та. Сондай бір негізгі мен енді не істеп отырмын. Біз клубтардан бастап алған себебі де сол, клубта еркін формат. Шектеу жоқ. Қанша клуб бар Қазақстанда? Алматы, Астанада шығар көбінесе. Қазақ тілінде біреу ғана. Леп клуб. Шымкентте біреу бар, бірақ ол жалпылама. Оралда Ақтөбе бар. Оралда бар, Тазаста. Бірақ эфирге шықпа, әлі медиамен жұмыс істеп түсіріп жүреді. Орыс тіліндегі өте көп. Бізде өзімізде принцип болды. Тек қана қазақша өткіземіз. Өйткені біз басқа жерге барған кезде бізді кіргізбейтін. Бізге айтады, немесе күндізгі уақытты алыңдар дейді. Қазақша стендап па? Күндізгі уақыт. Біз айтамыз, ол көрермен жинай алмаймыз ғой. Жұма күні. Иә, сондай. Дүйсенбі күні түсте дейді. Қазақстандағы қазақша стендап пен орысша стендаптың арасында мынау комедия түсінігі арасында айырмашылық бар ма? Бар. Только менталитет. Медиа жағынан алатын болсақ, медиа жағынан қазақшада қазір басымдылық бар. Өйткені орыс тілінде салыстыратын тарап бар ғой. Салыстырма. Ал таралу жағынан, андеграунд дейміз ба, сол жағынан орыс тілінде басымдылық көп. Өйткені ол сондай ол мүмкін сондай мәдениет қалыптасқан орыс тіліндегі аудитория дейміз ба, барып, бір жерге барып, барда отырып, демалып отырып, көруге бейім. Иә, ал қазақ тіліндегілер сен арнайы кәдімгідей жасауың керек, мынандай жерде стендап өтеді, республика сарайында деген баратын адам дайындалу керек. Сондай бір әлі сондай бір формалары бар да. Бірақ біз сол жаңа Леп клуб деп ашуымызда сол болды. Үйретейік. Клубный формада да өткізуге болатын үйретейік деген. Қоса кетейінші, екі тілде коммент ретінде айтайын. Қазақшаға да барасын, екеуін ұйымдастырып көрдім. Бір анализ жасағаным, өкінішке орай, именно заведениемен келіскен кезде попал через способности орысша аудитория қарапайым заказ беру жағынан заведение өзінің пайдасын ойлайды. Енді былай актовый залдарға сен қаржың жоқ оны арендасын төлеуге. Қарайсың ғой енді қарапайым. Олар өте тез жиналады. Біріншіден орысшада медийный лицолар болса афишада. Біздер мысалға мынақта Астананың орысша тілдегі стендабы бір аптада орта санмен алғансақ 8-9 концерт болады. Күніне 2 концерт, 3 концерт, кеше 2 концерт болды деген сияқты. Қазақшада шамалы қиындау. Өйткені аудитория түнгі заведение бар ғой, әлі шамалы. Ұялатыны бар. Қарапайым енді пайда жағынан ойлайтын болсақ, заведениеде пайдалы көріп, ол столдан сенен пайда, сен билеттен ғана пайда көріп, білмеймін, сізде қалай екенін, бізде солай әйтеуір, Ақтөбе жақта. Олар қарайды, заказ бермейді қонақтарыңызға, ренжімеңіз, бірақ сізбен жұмыс жасау бізге тиімсіз дейді. Сосын жүресің безіп, басқа заведениеге барасың деген сияқты. Мен енді қазақ тілді аудитория жаңа төлем қабілеті төмен деп айтқым келмейді. Олар әлі онда мәдениет қалыптаспаған деуге болады. Өйткені билет үшін бір төлеуім керек, сонда столға тағы да төлеймін ба деген, ода сондай парадокс дүние, түсініспеушілік. Оған үйрету керек деп есептеймін. Өйткені біз жаңағыдай, біз бастаған кезде бізде бар, кухня ештеңе болған жоқ. Қазір енді жайлап көрсеңіз, бізде шай бар, бізде десерт бар. А олар өздері сұрай бастады. Біз басында ойладық, кухня жоқ, оған рұқсат сұрау керек екен, қиын жұмыстары. Сосын өздері көңілмен сұрайды, сіздер сусын бар ма, шай бар ма, кофе бар ма деген. Бар. Үйрете бастадық. И түсіндік. Бұл да бір кәсіптің бір көзі екен. Өйткені бір столға кемі 3-4 адам отырады. Әрқайсысы билеттен 3000 теңгеден алып келгенмен, общий есептің бағасы одан көбірек шығып кетеді да. Өйткені олар бір кіріскен кезде соңына дейін отырғысы келеді ғой. Заказ бере береді. Қалып отырғысы келеді. Сондай мәселе туындады. Мысалы біз кешіміз бітті, болды дейміз да. Олар отырғысы келеді. Өйткені
бітті деп түркияда салып. Сіздер қазақстан шарладыңыздар ғой, қателеспесем, қазақша аудитория концертный залдарға жақсы жинайды. Иә. Өйткені үлкен концерт деген түсінік, ол концертный зал. Қатарда отыру деген, андай столдың басында отыру деген жоқ. Біз қандай заманда өстік, біз әлі күнге дейін былай подсознательно бірдеңкені үнемдеп жүреміз, ақшаң болса да. Ана жерде қарап отыр. Ол әлгі кішкентай бала кезінде күлшеге тоймаған бала өмірі қарнып тоймай өтеді дейді ғой. Тура сол сияқты, сол психология. Қазіргі балалардың несі бөлек психологиясы. Олар қабылдауы да бөлек, киім киісі де бөлек, өмір қабылдауы да бөлек. Сондықтан бұл жерде бұл саладан да дамып кетуі, болашақта деп баламызға тәрбие беруге тырысамыз енді. Бұндай эволюциялық бізде процесс болды. Ең алғашқы кештеріміз жаңа клубтарда тегін өтті. Таза тегін. Тек қана хабарлаймыз, осындай жерге тіркелу керек. 50 адам толып қалды ма, болды. Иә, ары қарай тіркелу. Ол кезде көп болды ма? Көрермен? Иә, көрермен жиналды, бірақ бәрі студенттер. Жас аудитория. 19-ға 20-ға толмаған студенттер. Сосын мен көндірдім жігіттерді. Бұлай болмайды. Өйткені тегін келген көрерменді күлдіру оңай. Ол тегін келді, ол сен битсең де күле береді деген сияқты. Сосын мен айттым, жоқ, болмайды. Біз шынайы мынау айтатын әңгімеміздің күлкілі емес екенін анықтай алмаймыз мыналар арқылы. Содан соң үлкен проблемаларды қозғала алмайсыз олар. Иә, сосын 500 теңге қылып қойдық, өзгерді. 4-ші курстың студенттері келе бастады. 1000 теңге деген кезде студенттер сейілді, жұмыс істеп, енді мектеп, универ бітіріп, жұмыс істеп бастағандар келе бастады. Қазір біздің концерттеріміздің бағасы 4000, 5000, 6000-ға дейін барады. 10.000 десе қарттар жиналатын сияқты. Байқалады. Алғашқы рет 4000 анкета жасайсыздар ма? Бұны қайдан білдіңіздер, яғни келгендердің кімдер екені? Біз танысамыз ғой. Шыққан кезде 30 минут тек қана келген көрерменмен танысу. Кім ол, қайда жұмыс істейді, қайдан естіп келді, біле ма стендап не екен, бәрін сөйлесеміз. Фокус компаниямен прямой жұмыс істейді. Қыздыру дейміз оны. Қыздыру дейміз. Еркін сезінсін деп. Бүгін не өтетінін алдын ала дайындаймыз. Өйткені шошып қалмау керек қой. Сол кезде сеземіз. Баға қымбаттаған сайын жаңағыдай 30+ немесе бір жақсы бір жерде жұмыс істейтін адамдар келе бастайды. И біз түсіндік. Статусы бар. 5000 теңге деген кезде біз бардық, сонда біздің қатарымызда отырғандардың 100%-ы 40+ болды. Или шақырумен келген халявщиктер. Біз Астанада және Атырауда байқадық сол нәрсені. 30+ аудитория келді. Қалай болған кезде? Жоқ, барлық жерде баға бірдей болды ғой. Бірақ басқа жерлерде жастар сондайда Астана мен Атырауда ол тақырыбыңа күлгеннен байқайсың. Қай тақырыпқа күліп жатыр, қарайсың. Сосын просто жаңағыдай сұрап көресің. Соларды күлдірту уже деңгей. Клич лақтырып көресің. Енді ол көбінесе менің... Клинч деген күлкілі жерде. Менің монологымда болатын нәрсе, мен жаңағы құрдастарымды іздеймін ғой. Мынау стендап шоумен дейміз бе, әлде комик дейміз, иә? Актерлік шеберлік қаншақты керек? Негізі қатты қажеттілік етпейді. Егер сенің стиліңе қажет етіп тұрса, кейбір мәселелерді жеткізуде. Былай жалпы актерлік шеберлік. Актер деген мен үшін сценарий бойынша сахнада немесе камераның алдында өнер көрсететін адам актерлік шеберлігімен байқата тұр. Стендап комик ешқандай эмоциясыз микрофон алып, мен осылай сізге ешқандай эмоциясыз оқып бере аламын да монолог. Олай болса не маңызды? Стендап комик үшін не маңызды? Әзілдің подачасы дейді ғой. Тақырып және сол тақырыпты қалай жеткізу. Бізде енді шектеулер бар, ана тақырып қозғау, мына тақырып қозғау. Мен өзімнің ойым, кез келген тақырыпта қозғауға болады, қалай жеткізуіңе байланысты. Үшінші нәрсе бар, плотность юмора деген нәрсе болады. Арасы бір күлкі мен екі күлкінің арасы, бір сөйлем күлкілі болса, екінші сөйлем жай, үшінші сөйлем міндетті түрде күлкілі болу. Панч дейміз, сондай болу керек. Болу керек. Егер бір күлкілі, одан екінші сөйлем күлкілі емес, үшінші сөйлем күлкілі емес, төртінші сөйлем күлкілі болса, ол уже плотность юмора тығыздығы сиреп кетеді, адам шаршап қалады. СМС-ичное мышление деген айтып шаршап қалады. Ана жерде қашан күлем деп күтіп отырып ол көрермен де шаршап қалады. Байқайсыз ғой, өзіңіз TikTok-қа кірген кезде бір қызық емес пе, 2 секунд сіз таңғалдыра алмады ма, басқасына аударып жүресіз. Ал егер әрбір сөйлем күлкілі болса, ол деген кәдімгі ең топ
топ болады. 1 минут ұйықтатып алдым да Әзілді болды. түсіндіруді талап ететін әзіл болса, ол уже әзіл емес. Иә. Көбісі андай әзілін айтып алады да, сосын кейін негізі ол былай ғой деп әзілін түсіндірген кезде басылып қалады. Бұл стендапқа байланысты жаңағы кейбір теориялық еңбектерді оқыған кезімде, иә, сіздің айтқандарыңыз айтады, жаңағы актерлық шеберлік оншалықты маңызды емес. Бұл жердегі ең маңызды нәрсе дейді, даже тіпті мәтінде емес, табиғи болу дейді. Сахнада шынайы болу дейді. Расында да сондай ма? Дәл солай. Мысалы үшін, егер айтып отырмын, егер сен шығып, абсурд нәрсе айтып, сәл, бірақ ол сенің өміріңе қатысы жоқ. Сен ойдан шығарған болсаң, ол сезіліп тұрады. Және көп, енді өзім сол КВНнен шықтым ғой, бірақ КВНнен келетін, стендапқа келетін өнерпаздардың жіберетін қателігі де сол болды. Миниатюрный ойнайды. Иә, олар КВНде мынау күллі болды ғой дейді, сол нәрсені айтады. Бірақ стендаптың көрермені оны сезіп тұрады. Мынау өтірік қой, қалай ол мүмкін емес деп сеніп тұрады да, ол сондай бір қарама-қайшылықтар болады. Есекке келіп осылай деп айтыпты деген кезде ол кредерманда КВНде күлкілі болады, иә. мүмкін да. Себебі біреу есек ойнайды, біреу мысық ойнайды. Бірдеңке деп айтып естіп. Мен онымен келіспеймін. Өтірікке де сеніп айтуға болады. Мен өтірік бір әзіл келіп қалды. Бір идея, ситуация. Мен өзім сеніп қалдым соған. Негіз болмаған. Не туралы? Дүкенге барған бір жағдайды өзім что-то миыма келіп құрастырып қалдым. Оны айтырқан халық сеніп отыр. Менің главным сенің айтыр. Мүмкін ол уақыт өте келе тәжірибемен келетін нәрсе шығар. Ол болуы мүмкін нәрсе. Исключение из правил. Жоқ, әсірелеу деген нәрсе бар. Фантастика емес әрине. Бар нәрсені сен әсірелеп жібересің да, сәл утрировать дейміз ғой, әсірелеп жіберген кезде, Краска қосып. иә, ол өтімдірек болады. Иә, әрине. И сондай басқа сыймайтын нәрсе ғой дейді, бірақ күледі деген сияқты ғой. Жаңа форматтармен енді мысалы үшін араластырып жатыр. Сізді байқаймын, мысалы үшін YouTube-тағы арнаңызда, сонымен қатар жаңағы неңіз де бар. Подкаст, иә. Ол жерде де негізінде жаңағы стендапердің бір нелерін қолданасыз, әдіс тәсілдерін қолданасыз. Бұның қандай да бір жаңағы қазақ немесе жалпы стендап өнеріне қосар үлесі бар ма? Әлде бұны жаңағы екеуін екі бөлек қарайсыз ба? Екеуі бір нәрсе ма сіз үшін, әлде екеуі екі бөлек нәрсе? Мен былай қараймын. Мысалы үшін подкастта мен 100% деп алсақ, соның 20%-ында ғана әзіл қолданам. Ол 80% ой айтылу керек. Стендапта 80% әзіл, 20% ой. Солай бөліп қойғам да. И ол арнайы істелінбейді. Мен ақылды болады. Жоқ, Сонда 5,5 түбірасынан не шығады? не баяғыдан ойланатындар бар. Жоқ, оны арнайы істемеймін. Түсініп тұрмын мен қазір стендаптамын, мына жерде подкасттамын. Басқа бағыт. Табиғи солай Жоқ, болады. бәрібір подкасттар қараған кезде ол былай не екені көрініп тұрады да, әзілге негізделгені, әзіл арқылы уже. Жоқ, бұрын сахнада жүрген адам ғой, ол камераның алдына үйреніп қалды, емін еркін ойын жеткізу. Мүмкін бұл КВН-ге де ойнаған әсер бар шығар, иә? Ол да бар. Бірақ енді мен қазір сәл жаңағы біздің көрерменді қыздыру деген мәселе бар ғой. Диалог, сөйлесу, танысу. Соны да YouTube версиясын шығарып жатырмын. Сенің ана подкасттың сол көрерменді қыздыру тура ана сол кезде әңгіме айтасың ғой. Мен бәсе қайдан көрдім деп подкастты, концерттің алдында қыздыру мен подкаст екеуі бірдей. Тура сондай сұрақтар қойылады, тура сондай әңгімелер айтылады. Сырымыз ашылды. Бүгін біздің бағдарлама. Мысалы үшін мынандай дүниелер байқадым. Ресейде де бар ғой деймін. Мен оншақты көп Ресей медиасын қарамаймын. Бірақ жаңа алдынан шыққан кезде қараймын. Көбінесе батыста жаңағы осындай стендап комиктер және тағы да басқа Жайдарман сияқты клубтық комиктер бәрі бас қосып жаңағы театрал ситком жасайды. Бірден жаңағы ситуатив бір комедияны қалыптастырады да. Қазір мынандай болды дейді. Сол кезде екі актер бірден импровизация жасайды. Сол кезде әкесі кеп қалды дейді да, ана жақтан бір әкесі шығады. Бұндай бір формат біздің қазақ комедиясына әлі келген жоқ қой деймін, иә? Жоқ, болды оны, әртүрлі телеарналарда болды. Ресейде не болды, соның бәрін 100% бізде көшіріп көрді. Ресейде батыстан көшірді. Бірақ ол соншақты көп іргетасы фундамент болған жоқ. Себебі барлығы стендап комедиядан басталады, содан ары қарай дамиды. Бізде стендап комедия дамыған жоқ, бірақ үстін шатырын алып келді. Бірден ан жаққа кетіп қалды. Бірден ар жаққа кетіп қалды. Басындағы сөзге оны танымал адамдар ойнаса,
қызығырақ болады. Мысалы импровизация деген проект айтып тұрсыз, немесе читкан айтып тұрсыз ютубта да. Ол ішінде бұрын уже танымалдығы бар адамдар ойнап жатыр. Импровизацияда іріктеуден бәленбай 2000 адамнан іріктеп 4-еуін алған оларды. Бізде ол программалардың басты проблемасы андай болды. Стендап комиктар, оларда стендап комиктар жасайды. Изначально өздері әзіл жазатын адамдар. Бізде актерлар, әншілерді алып келеді. Иә, оларға дайын сөз жазып береді. Біздің телевидениенің бар ауру. Несі сол, біздің телевидениенің шарты сол. Сен бір егер сондай шоу программа енді ойын сауықтық бағдарлама жасайтын болсаң, ішінде міндетті түрде жұлдыздар қатысу керек. Олар сосын интеллектуалдық бағдарлама жасайтын кезде әншілермен бірге жасайсыңдар ма деген. Сізге көрермен ретінде танымал емес адамдар импровизация бір көрініс ойнап жүрсе қарар ма едіңіз? ютубтан шығып қалса, сізге бірақ мүлдем таныс емес бірінші рет көріп тұрған адам. Енді мен әрине бұл жерге бұл сұраққа объективті жауап бере алмаймын. Өйткені мен сонымен қатар медиа сыншымын, кино сыншымын. Сондықтан да маған өте қызық, бәрі қызық. Жаңағы танылған болса да, танылмаған болса да мен қараймын, не болып жатыр, не істеп жатыр. Бұл менің әрі ғылыми қызығушылығым, әрі адами қызығушылығым. Сондықтан ол бізде тарс еткізіп алып келгендер болды. Ол қазір енді эволюциялық жолмен мысалға жаңағы стендап, мысалға жалғыз қазақша стендап отыр. Тағы да басқа клубтар пайда болса, олар бір-бірімен бәсекелессе, сол арқылы телевидениялық бір форматқа келсе, сол арқылы танымал болса, одан кейін олар әртүрлі бағдарламалар шығарып, сол жаңағы импровизацияға басқаға өте бастайтын болса, ол біздің аудиторияны да дайындап, өздері де дайындалып келер ме еді. Біз әйтпесе эволюцияның сатыларын секіріп өткіміз келеді да, сосын мүгедек болып қайттан ораласың да жаққа. Соңғы сұрағым, уақытымыз таяқапты. Қазақ стендап комедиясының болашағы қандай? Өте қысқаша жауап берсеңіздер. Бір болжам жасасаңыздар. Мен жылдан жылға көріп жатырмын, аудиториясы өсіп жатқандарын, жігіттердің, қыздардың, стендап комиктердің кәдімгідей әзілдерінің сапасы өсіп жатқандарын, өздерінің сынмен қарайтындарын көріп жатырмын да. Мен өзім стендап үшін қуанатын нәрсе ол қазақ тілді аудиторияға қазақша контент ұсыну деген нәрсе. Бізде өте маңызды. Ол бола береді, қарсылық болады, онсыз болмайды. Қарсылық болмаса буын өспейді олайынан. Сатыға көтерілгенде де бізге келесі саты ол қарсылық қой, былай қарап тұрсаң, сен күш салуың керек келесі сатыға деген сияқты. Сондықтан мен қыздарға, жігіттерге сенем. Сосын қазір сол жаңағы шетелдегі сияқты көп қыз келіншектер бар, өздерінің үйдегі бір келіндік әңгімелерін стендап қылып шығарғысы кеп жүргендер, жас қыздар бар, үлкен келіншектер бар кәдімгідей, сол проблемаларды айтып, олар да болашақта шығады. Бұлар іс салып берді, жол салып берді, енді олар кеңейе береді, сөйтіп қазақ тілі жаңа, мысалы, саясат айтып отыр ғой, орысша боқтық сөз, ол бір басқаша естіледі, қазақша боқтық сөз, ол бір жиіркенішті, дөрекі естіледі. Неге? Өйткені ол көрінген тесіктен орысша боқтық сөзді естіп, біз үйреніп қалғанбыз ол нәрсеге. Оны бір табиғи нәрсе ретінде қабылдаймыз да, қазақшаны біз неге дөрекі, тіпті біздің қазақша сөйлеуіміздің өзін дөрекі деп айтатын жағдайлар бар жастардың арасында. Егер стендап арқылы біз оның барлығын сіңіре берсек, әрбір үтіктен қазақша контент шығатын болса, перспектива бар. Мен болашағы болады деп сенгім келеді. Бірақ сенбеймін. Жоқ, сол мен өз үлесімді қоса, мен концерттеріне билет сатып алу арқылы, ютубтан бір просмотр болсын өзімдікін көрсету арқылы мен үлесімді қосуға тырысам. Себебі біз қаншама жыл цензураның астында отбасы ошаққасы жайлы әзілден шықпай отырған кезде бізге бір леп беретін, жаңағы адамның ішкі қарсылығын әзілмен жеткізе алатын екі жоба болса, соның біреуі осы қазақша стендап. Сондықтан көрермен ретінде дамуына өз үлесімді қосам деп ойлаймын. Финансово көмектесіп жатырсыз. Жоқ, мен осы мәселені былай айтқым келеді. Болашағы қалай болу керек? Шығып жүрген комиктер бұл қазақша стендап, жалпы стендапты трамплин ретінде емес, менің негізгі айналысатын ісім деп қарау арқылы, өйткені бізде солай қарайды. Мен осы арқылы таныламда киноға түсіп актер болып кетемін. Немесе даже тіпті мынандай әңгімелер болды. Мен базар жоққа барам деген. Мен айтам, ол стендаптан кейінгі саты емес, ол өз бөлек бағыт, біз бөлек бағытпыз. Біз өзіміз бір биікпіз. Ол комиктер солай қарау керек деп ойлаймын. Мен былай вертикаль даму емес, горизонталь. Сол кезде кәсіби. Кәсіби маман болу, кәсіби стендап комик болу деген. Ал
бизнес тұрғысынан, яғни кез келген комик осы арқылы мен бала шағамды, семьямды асыраймын деген көзқарас болу үшін бизнесте жүрген адамдар өзінің ақшасын салу бар. Ол қалай? Мысал үшін ресейлік комиктерді қатты байытып жіберген дейінші, ол қазақстандық олигархтар, бизнесмендер. Сұраған гонорарын береді. Демек бізде стендапқа берілетін ақша бар ғой ол кісілерде. Неге соны қазақ тіліндегі комиктерде бермесін? Солай қараймын. Иә, дамуының болашағының бірден бір себепкері жаңағы демеу. Бизнес өкілдерінің демеуі. Иә, қадірмен көрермен, біз бүгін қазақша стендап мәселесі бойынша пікір таластық. Келесі бағдарламада кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.